Сәлем достар, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін шоколад қосылған кофе дәмі бар ерекше кекс дайындайтын боламыз. Келесі видео рецепті қазан кебаб рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видео рецепт жіберіп алмас үшін менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуге ұмытпаңыздар. Қамырын дайындауын бастаймыз. Ол үшін 2 бананды вилкамен езіп аламыз. Ұнтақтатып, кофе қосып, араластырып, үстіне қант, жұмыртқа салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сүт және ертілген сары майды қосамыз. Достар, бір жайтты айтып кетейін. Ыссы сары майды қосатын болсаңыз, ол көп ұнды сіңіріп алады. Сондықтан да суытылған сары май қосқаныңыз дұрыс болады. Онға шай қасық қопсытқыш салып, електен өткізіп аламыз. Онды бір келкі масы болу үшін венчикпен жақсылап араластырып, шоколадты қосып, шоколадты қосқан кезде одан да тәтті болып шығады. Мінеке осындай бір келкі масы болып шығады, және де кофеміздің хош иісі шығып тұрады. Достар, енді формамызды сары маймен жақсылап майлап шығамыз. Астын біздің масымызды үстіне құйып, бетін тегістеп шығатын боламыз. Біздің пешімізді алдын ала 185 градуста қыздырып қойыңыз. 40-45 минутқа қоямыз. Біздің кексі дайын. Мен бетіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша шоколадты ганаш істеуіңізге болады. Сонда ол одан да тәтті шоколадты болып шығады. Ең бастысы тез және жеңіл дайындалады. Пісіріп көріңізге кеңес беремін. Және де видео рецепт сізге ұнаған болса, менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.